Достар, сендерге философия қызық деп ойлаймын. Қызық болмаса, иди нахуй. Мен бұл сөзді айтудан шаршадым. Егер видео ұнамаса, иди нахуй. Болды. Ішіндегі ашуымды тарқатып алдым. Философия адамзат баласының сонау ықылым заманынан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез келген адамды әлем, қоршаған орта, қоғам, дін, тіл, білім, саясат, мәдениет секілді мәселелер алаңдатуы тиіс. Ал егер саған похуй болса, сен маймылдан айырмашылығың жоқ. Ал егер сен өмір туралы көп ойланатын болсаң, ойында әртүрлі басқа адамдар түсіне бермейтін ойлар пайда болатын шығар. Менен не туралы видео түсіресің деп сұрағанда, философия туралы деп жауап бергім келеді. Бірақ ақмақ адамдарға оны сөзбен түсіндіру мүмкін емес. Оған олар өздері жету керек. Өнер адамдарының бар айналысатын жұмысы сол. Адамдарға әртүрлі сілтемелер береді. Бірақ оны жамағатқа тура мағынада айтса, оны олар түсінбейді. Суретші бар ойларын суретіне салады. Бірақ оны түсіну үшін де белгілі бір рухани дәрежеде болу керек. Өмірдің ашты нәрінен дәм тату керек, күйзелу керек, қайғыру керек, қиындықтарды жеңу керек, өмірдің соққыларына төзу керек, адамдардың жанын сөзсіз түсіну керек. Сондықтан өнерді көп адамдар әзірге түсіне алмайды. Кітаптарды, өлеңдер де дәл солай. Күн өткен сайын мен өліміме жақындап келемін. Соның әсерінен болар ойларым да, айтатын сөздерім де күннен күнге мәнді, ауыр, ащы болып барады. Шал болғанда не боларымды тіпті білмеймін. Егер әрине шал болғанға дейін жетсем. Ал егер бір сәтке ойланып, өмірімізге қарасақ, өміріміз өзіміз ойлап тапқан ойындарға ұқсайды. Кез келген компьютерлік, яғни видео ойындардың басы мен аяғы болады. Мысалға, Dragon Age деген ойынды алайық. Онда сен әбден еңбектеніп, ойында дәрежеңді, яғни level көбейтесің. Белгілі бір жетістікке жету үшін сенің қабілеттерің соған лайықты болу керек. Сен ондай дәрежеге жету үшін әбден еңбектенуің керек, немесе оңай жолы бар. Сен чит-код жазып, дәрежеңді немесе дәреже көбейтуге жұмсалатын қаражатты көбейтіп алуына болады. Сонда ойындағы мақсаттарына көп ұзамай жетесің. Өмірде де дәл солай. Бірақ чит-код орнына ата-анаң болады немесе ақылың. Шын өмірде де әртүрлі чит-кодтар бар. Мысалы, кризисті пайдаланып, ақшанды еселеп алуға болады. Бірақ ол кодты жазу үшін сенің қаржылық дәрежең белгілі бір стандартқа сай болуы керек. Ақшанды депозитке салуына болады, немесе акция сатып алуға болады. Ағылшын тілін интернет арқылы тегін үйренуге болады. Тіпті болмаса, макияж жасауға дейін тегін үйренуге болады. Видео монтаждауға да тегін үйренуге болады. Қаржылық сауаттылығыңды да тегін көтеруге болады. Бұл чит-код болмаса, не сонда? Әлі біздің әлем мен ойын ұқсастықтарын байқаған жоқсың ба? Егер де сол ойынды шығарған адам өліп қалса да, ойын тоқтап қалмайды. Олары қарай жалғаса береді. Ал біздің әлемде Ницшенің айтқан естерінде ме? God is dead. Құдай өлді. Ал егер біздің әлем, бүткіл галактикалар жай ғана компьютерлік программа болса ше, адамдар өздерін ерекше санайды, қайталанбаспыз деп ойлайды. Тіпті әлемді тіреп тұрғандай сөйлейді. Ал шындығында біз бірнеше миллион галактикалардың біреуінің ішіндегі бір бұрышында орналасқан кішкене ғана ешкімге белгісіз керек емес жер планетасындамыз. Егер иттердің қолы болғанда, олар да Құдайды өздеріне ұқсатып салар еді. Ал енді ойла, Құдайға сенің қалай өмір сүріп жатқанын, сенің оған табынғанын қызықты ма? Оған похуй. Міне, философия деген осы. Бірнеше оқиғаның арасындағы байланысты іздеу. Ал егер осы видеода айтылған ойларға ілесе алмай отырсаң, сен әлгі комментарийдегі өз ойларын жеткізе алмайтын маймылдар қатарына
қосылып мені боқтайсың. Адамдар өздері білмейтін, түсінбейтін нәрседен, белгісіздіктен қорқады. Сондықтан көптеген философтарды дарға асты. Томас Эдисон электрондық шамды ойлап тапқанда да, ол шамды шайтанның қаруы деді. Енді видео ойындар шығып еді, балалардың барлық жасайтын ақымақтықтарын видео ойындарға жабумен әлек. Бірақ мен байқаған бойынша қатарластарымның ішіндегі ең өмірге дайындары, мақсатқа жетуге деген құлшынысы ең көптері компьютерлік немесе PlayStation'ның не екенін біледі. Себебі олар уақыт талаптарына сай. Ал қалғандары өкінішке орай өз қатарластарынан тым алыста қалып қойды. Олардың ойларының шегі айналасындағы қыздардың фигурасымен өлшенеді. Олар егер 200 жыл бұрын өмір сүргенде табысқа жетер еді. Бірақ 21 ғасырда олардың мүмкіндіктері құрылыста кірпіш тасумен шектеледі. Қазіргі балалар өз ата-аналарынан оп-оңай оза алады. Егер дұрыс мультфильмдер көріп, дұрыс технологияларды пайдаланса, олар басқа қатарластарынан да оза алады. Себебі 21 ғасыр ақпараттық технологиялар ғасыры. Кімде ақпарат шындыққа жақын болса, сол жеңеді. Біздің өмір шынымен ойын.